ортада биологияны тана жатқан барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және сендер менің YouTube каналымдасыңдар. И наконец-то мен бүгін өте көп деген оқушылардың сұранысы бойынша сендерге С деңгейлік нұсқалық келдім. Біз нұсқалар А, Б, С деп бөлінеді, және С деңгейі оның ішіндегі аса қиын нұсқалардың бірі. Егер де дайын болсаңдар, давайте біз сендермен бірге нұсқа талдауды бастаймыз. Ал осы нұсқа талдау аяқталған кезде сендер комментарийға жазасыңдар. 1-ден 10-ға дейін қаншалықты сендерге қиын болды. 1 өте оңай, 9 өте қатты қиын, например. Сонымен бірінші сұрақ. Құрамында май көп болатын өсімдік дейді. Бұл өсімдік бізде қыша және де рапс дейтін өсімдік. Күнбағыс майы бар, мақта майы бар. Сонымен қатар рапс деген өсімдік болады. Сендер интернеттен суретін қарасыңдар болады. Міндетті түрде белгілі бір өсімдікті, жануарды оқыған кезде мида күшті жатталып қалу үшін суретін қараңдар. Мысалы, мен сендерге Абай Құнанбаев деп айтатын болсам, сразу Абай Құнанбаевтың суреті көз алдыларына елестейді. И күшті жатталып қалған. Сол тәрізді. Егер де белгілі бір зат оқитын болсыңдар, міндетті түрде суретін қараңдар. Сендердің қолдарын ешкім байлап қойған жоқ қой Google-ға кіруге. Так что барлықтарын қараңдар. Қыша дегеніміз это горчица, рапс деген сондай өсімдік, и олардан бізде тоже өте көп тағамдық майларды алады. Келесі сұрақ. Секреторлы жасушада жақсы дамыған жасушаның экспорты жүйесі деп аталатын органоид дейді. Біріншіден, секреторлы жасуша дегеніміз ол бізде өзінен секреция, яғни белгілі бір затты бөліп шығаратын безді жасушалар деген сөз. Ал безді жасушаларда экспорттық жүйе, яғни сыртқа қарай осы секретті бөліндіні алып шығаратын, дайындайтын органоид не десе, ол бізде Гольджи жиынтығы болады. Безді жасушаларда органоидтың астына қарайтын болсам, оларда өте көп Гольджи аппараты болады екен. Не себептен? Я вот просто так тақырыпты оқыған кезде оны жаттаудың қажеті жоқ, осылай деген тәрізді. До конца С деңгейлік нұсқаны түсінетін оқушы не себептен олай себеп салдары байланысын айтып білу керек. Гольджи жиынтығы бізде органикалық заттарды күрделендіріп, оларды түрлендіреді. Мысал ретінде ол нәруыз бен липидті алады, гормон жасайды. Пожалуйста, тағы да бір-екі затты қосады, тағы да бір басқа бір, не знаю, фермент жасайды. Сондықтан да секреторлық жасушаларда, яғни безді жасушаларда бізде Гольджи аппараты көп болады. Суретте бацилла өкілін көріп тұрсыңдар. Бұл бактерияның басты қызметі қандай дейді. Біз суретте көріп тұрмыз көк жасыл балдырды. И, скорее всего, бұл бізде спирулина. Спирулинаның мақсаты нәруыз түзу, яғни органикалық заттарды түзу болып табылады. Жұтқыншақ үсті түйіні жақсы дамып, миға айналған дейді. Қараңдар, бізде жүйке жүйесінің 4 түрлі типі бар. Кстати, мен YouTube каналымда соған арналған күшті сабақ бар, барып қарасаңдар болады. И бізде түйінді жүйке жүйесі тән ұлуларға және де буын аяқтыларға. Қараңдар, ұлуларға және де буын аяқтыларға тән. Оның ішінде жұтқыншақ үсті түйіні күшті дамып, дальнейшем уже миға айналып кеткен организм бар. Ол бізде 8 аяқтар болып табылады. 8 аяқтар өте ақылды жануарлар. Оларды даже дрессировать етуге болады. Егер де сендер оны банкаға салатын болсаңдар, және де банкын аузын жабатын болсаңдар, ол банкын ашып, дальше өзі шығып кете алады. Жарықпен қанығу аймағы қалай аталады дейді. Жарықпен қанығу аймағы деп бұл жақта сендерден цианобактериялар мен басқа да бактериялардың құрамында болатын пигменттердің жиынтық орнын айтып тұр. Оны бізде плато деп атайды. Және именно сол жақта жарық жиналады, в дальнейшем фотосинтездің рөлі жасалады. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің медиаторлары дейді. Медиатор дегеніміз ол бізде сигналды беретін химиялық зат болып табылады. Ал парасимпатикалық жүйке жүйесі қайдан шықты десеңдер, жалпы адамның жүйке жүйесі екіге бөлінеді, соматикалық және де вегетативті. Вегетативтік жүйке жүйесі бізде тағы екіге бөлінеді, парасимпатикалық и симпатикалық. Парасимпатикалық жүйке жүйесінде дальнейшем нейрондарға сигнал беретін медиаторлар бізде ацетилхолиндер деп аталады. Ацетилхолиндердің холинергиялық рецепторлары болады, яғни оларды қабылдайтын. Олар бізде М және де Н деп бөлінеді. Егер де сендер холинергиялық синапстарды түсінбеген болсаңдар, менің YouTube каналымда соған арналған күшті сабақ бар. Суретпен барлығын түсіндіремін, так что барып қарап алыңдар.
Келесі сұрақ. Ағза үшін қажетті дәрумендердің тәуліктік мөлшері, яғни бүкіл дәрумендердің тәуліктік мөлшері бізде 180-200 миллиграммды құрайды. Осы каналда тағы да қайталап айтамын, А2, С, ПП, Б тобына арналған витаминдер жайында сабақ бар. Күшті сабақ. Витамин дегеніміз не? Не себептен витамин бізге осындай күш қуат береді? Олардың барлығы айтылған. Реабсорбция кезінде сұйықтық қайда кері қозғалады дейді. Бұл нефронның құрылысында болып жатқан процестер, яғни зәрдің түзілу процесі. Бізде алдымен болады абсорбция, одан кейін барып реабсорбция болады, одан кейін барып секреция болады, яғни түзілген зәр дальнейшем бөлініп кету керек. Зәр бізде қанды сүзу арқылы пайда болады. Қанды сүзген кезде ең алдымен бізде бірінші реттік зәр пайда болатын еді, ол Боуман капсуласына ұрылатын еді. Одан кейін барып бүкіл біздің пайдалы зиян заттарымыздың барлығы бір жерге жинақталатын еді. Одан кейін барып реабсорбция кезінде, реабсорбция, яғни қайта кері сорып алу деген сөз, қайтадан деген сөз, бүкіл пайдалы заттар бізде перитубулярлық капиллярлар арқылы сорылады. Қараңдар, мен осыны айтқан кезде сендердің көз алдыларына нефронның құрылысы елестеді ма? Сендер көз алдыларына перитубулярлық капиллярларды, жалпы зәрдің түзілу процесін сурет арқылы елестете алдыңдар ма көз алдыларына? Жаттанды білім арқылы емес. Балапандар, егер сендер биологияны жаттайтын болсаңдар, түсінбейтін болсаңдар, сендер максимум 35 балдан өспейсіңдер. Көп оқушылар жүр қазір бүкіл биологияны оқып тастаған, бірнеше курста, мұғалімде. Но оның балы 35-38 дальше өспейді. 45 болмайды, 46 болмайды деген сияқты, не то что 50. Егер сендерде сондай тупик болатын болса, значит қараңдар, сен биологияны түсінесің ба, түсінбейсің ба, себеп салдарын елестету, көз алдыға визуализацияны жасай аласың ба или жоқ? Сендердің точка росталарын, яғни өсу зоналарын именно осы жақта деген сөз. Нағыз биолог. Каучукты гивея өсімдігінің сүті қандай мақсатта қолданылады? Каучукты гивея өсімдігінің сүті бізде бөліну ұлпаларында айтылған, 7-ші сыныптың бөліп шығарушы ұлпалар тақырыбынан алынған, және бұл бізде латекс, гуттаперча жасау үшін қолданылады, яғни резинка тәріздес зат. Бұл видео сабақ сендерге пайдалы болып жатыр деген үміттемін, өйткені бұл сабақ ProBio курсының қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныпта биологияны таңдап, ұбт тапсыру арқылы Қазақстан ең топовый медициналық және де педагогикалық университеттеріне грантқа түскісі келетін оқушыларға арналған. ProBio курсының 3 ерекшелігі бар. Бірінші, біздің өте қысқа түсінікті видео сабақтарымыз ыңғайлы платформада орналасқан. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Үшіншіден, біздің кураторлар әр оқушыға кері байланыс беріп, 24/7 байланыста болады. Бұның барлығы менің авторлық методикамен құрастырылған. В общем, біздің курста барлығы күшті. Егер де грантқа түскің келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, WhatsApp-қа жаз, күтемін. Суретте 2 санымен көрсетілген эмбриогенез сатысы дейді. Сатысы. Балапандар, біз не көріп тұрмыз? Зиготадан мөлшері асып кетпеген, өте кішкентай көп бөлінген жасушалардың бір қабатын көріп тұрмыз. Значит, бұл бізде не болады? Бластула болады. Я, бұл бізде бір қабат тұрық. Бластула. Эмбриогенездің сатысы. Бластуладан кейін дальше бізде не жүретін еді? Дұрыс? Гаструла жүреді. Гаструла, ерте гаструла, кеш гаструла. Ерте гаструла мен кеш гаструланың суретін білесіңдер ме қандай екенін? Егер білмесіңдер, сразу Google'дан қараңдар, чтобы дәл қазір естеріне сақтап алу үшін. Келесі 11-ші сұрақ. Хромосоманың өлшемі мен пішінінен басқа тағы боялу сипаты 1971 жылы қандай жүктеуге қосылды? Бұл бізде балапандар Денвер жүктеуі болып табылады. Денвер жүктеуі бойынша әрбір хромосоманың өзінің пішіні, центромерасы және теломерлері арқылы анықталады. Помните, метацентрлі, субметацентрлі, акроцентрлі деген сияқты хромосомалар. Қазақстанда қан қызылшасы мен кендірді биологиялық сұрыптауды ғылыми тұрғыда сипаттаған ғалым. Конечно, ғалымдарсыз как, біздің биологияда. Ол бізде қазақтың ғалымы Мыңбаев болып табылады. Сұрақ бізде селекция тақырыбынан алынған. Қанда ағаш, жиде, шырғанақта болатын диазотрофты бактерия дейді. Диазотрофты бактериялар бізде атмосфералық ауадан азотты топыраққа бекітіп, олардан органикалық заттарды түзетін бактериялар. Және де именно осы ағаштарда, қанда ағашта, жидеде, шырғанақта болатын өзіндік диазотрофтық бактериялар болады, және де ол бізде актиномициттер болып табылады. Ал сендер диазотрофты бактериялардың тағы да қандай өкілдері мен өсімдіктерін білесіңдер? Давайте комментарийға өз білімдерімен бөлісіп, басқа оқырмандарға
пайдаларын тигізіңдер. Так, балапанчеке, ұйықтап қалған жоқпыз ба? Жағдайларын қалай? Ал мен 14-ші сұраққа келдім. Бір бағаналы жасушаның екі арнайланған жасушаға бөлінуі қалай аталады дейді. Бұл бізде стохастикалық бөліну деп аталады. Бағаналы жасушалардың екі түрлі бөліну типі бар. Ол бізде асимметриялық болуы мүмкін, немесе стохастикалық бөліну болуы мүмкін. Асимметриялық бөлінген кезде бір бағаналы жасуша бөлінеді и бір арнайы жасуша бөлінеді. Ал біздің В вариантымызда бір бағаналы жасушадан екі арнайы жасуша бөлінеді. Бағаналы жасушалар генетикалық информациясы нөлге тең жасушалар, және де олар кез келген жасушаның типіне айналуы мүмкін. Но олар бөлінеді, жасушаға айналады. То ли бір ғана жасушаға айналады, то ли екі жасушаға айналады. Сонымен 15-ші сұрақ бізде генетикалық есепке беріліпті, күрделі сияқты. Давайте оқып көрейік. Егер ОБТ-да есеп кездестірсеңдер, пожалуйста, не паникуем. Есептің шартын оқимыз. Есептің шартын дұрыс түсінген оқушы есепті уже 50%-ға дұрыс шығарды деген сөз. Так что бірнеше рет қайталап оқып, астын сызу керек. Тауықтарда доминанты С гені қауырсынның түрлі түсті болуын анықтайды дейді. Ал аллельде емес басқа доминанты И гені супрессор болып табылады дейді. Балапандар, бұл аллельде емес гендердің әрекеттесуі эпистаз. Помните, аллельде емес гендердің әрекеттесуі бар, соның біреуі эпистаз. Эпистаз бір генді басып тастайтын болса, оны супрессор деп атайды. Получается, И гені С-ға супрессор болып табылады. Сондықтан сурет бойынша будандастырғанда супрессор И гені бар жерде доминанты С гені өз белгісін көрсете алмайды да F1 ұрпақ ақ қауырсынды болып шығады дейді. Реально балапандар, мына жақта F1-де міне үлкен И әрпі кездескендіктен біздің тауықтарымыздың бүкілі супрессорға бағынып ақ болып тұр. Так, F2 ұрпақтарында С гені басымдылық көрсеті қауырсыны түрлі түсті тауықтардың шығу ықтималдылығы қандай дейді. Ол үшін балапандар, біз мына бір С үлкен, С кішкентай, И үлкен, И кішкентайды бір-бірімен будандастырып, пиннет торын сендермен құруымыз қажет. Сонымен, менде мына жақта пиннет торы бар. Бұл жақта бізде осына есеп берілген, және де біз оны қазір пиннет торына салып шығарамыз. Яғни дигибридті будандастыру, но аллельде емес форматта эпистазға байланысты. Сонымен, бізге F1-ді өзара будандастырып, F2-де бізде С гені басымдық көрсетіп, қауырсын түрлі түсті тауықтар шығу ықтималдылығы қандай екенін анықтау керек. Сонымен, біздің ата-аналарымыздың гені С үлкен, С кішкентай, И үлкен және де И кішкентай. Біз оларды будандастырамыз. С үлкен, С кішкентай, И үлкен және де И кішкентаймен. Яғни біздің бақытымызға орай аталықтарымыз бен аналықтарымыз гені бірде, сол себептен біреуін біз гаметаларға ажырататын болсақ, екінші жаққа соны көшіріп жазу керек. Дигибридтік будандастыруда гаметаларға ажыратқан кезде біз олардың бір-біріне ұқсамайтын гендердің комбинациясын шығаруымыз керек. Мысал ретінде С үлкен, И үлкен, С үлкен, И кішкентай, С кішкентай, И үлкен, и С кішкентай, И кішкентай. Егер десеңдер, менің дәл қазіргі айтқан затымды түсінбесеңдер, бұған менің ешқандай қатысым жоқ, және ешқандай кінәм жоқ, потому что мен сендердің генетикадан үйреткен мұғалімдерін емеспін, барып бар сұрақты өздерінің мұғалімдеріне қоясыңдар. Неге десеңдер, қарапайым дигибридтік есепте гаметаға әлі күнге дейін ажыратамасыңдар, С деңгейлік нұсқалар сендерге арналмаған. Ренжімеңдер, деңгейлерін әлі өскен жоқ, барып генетиканы оқып келіңдер. Сонымен мен мына жаққа дәл осы гаметаларды көшіріп жазамын. Ал енді давайте пиннет торының заңдылығы бойынша біз аталық пен аналықтарымыз будандастырып, өзіміздің F2 ұрпақтарымызды алайық. Сонымен біз былай будандастырамыз. С үлкен, И үлкен, И үлкен. И қалғандарын дәл осылай будандастырып жазып шығамыз. Сонымен балапандар, мен өзім ұрпақтарымды будандастырып бітірдім. Енді есептің шарты бойынша түрлі түсті қауырсындары бар тауықтар алыну мүмкін ба дейді. Давайте қарап шығайық. Біздің И геніміз эпистаз болып табылады. Значит, бізге үлкен И жоқ, үлкен С бар, және жанында кішкентай И бар, яғни өзін көрсете алмайтын жаңағыдай гені бар, бізге комбинация қажет. Сонымен ол бізге кім болуы мүмкін? Міне мынау үлкен С, кішкентай И. Так, үлкен С, кішкентай И, міне мынау екі кішкентай И мынақты будандасты. Және де үлкен С, екі кішкентай И тұр. Қалғандары бізде мынақты кішкентай С, кішкентай С, үлкен И, мынақты вообще екі кішкентай әріп, мынақты үлкен. Сонымен бізде мына жақта жалпы 16 ұрпақ алынды. Былай 4, 4, 4-ке 4-ге бөлсек 16 ұрпақтың ішінде үшеуі менде
түрлі түсті қауырсынды болып туылды. Сол себептен біз сендермен Д вариантын белгілейміз. Балапандар, генетикалық есептерден вообще қорықпаңдар. Генетикалық есепті шығару үшін міндетті түрде теорияны күшті түсіну керек болады. Егер сендер теорияны түсінбеген болсаңдар, то қайтадан 9-шы сыныптың биологиясын и 10-шы сыныптың биологиясын қайтадан оқып шығуға кеңес беремін. Ал мен дальше өз нұсқа талдауымды жалғастырамын. Сонымен диатомды балдырлар өз жасуша қабырғасын неден синтездейді дейді. Олар бізге кремнеземнен өзінің қабырғасын синтездейді екен. Сол себептен егер де бұл балдырлар уже тіршілігін жойып тоқтатса да, олардың қалдықтары микроскопта сондай как будто кеуіп қалған какой-то бір тас тәрізді көзге көрініп тұрады екен. Сонымен балапандар, біздің нұсқа талдауымыз жақсы кетіп жатыр. Біз 17-ші сұраққа келдік дейді. Бізге сурет беріпті. Суретте қарынша миокардының жиырылғыш жасушаларын түйісуін жүзеге асыратын құрылым қай санмен берілген дейді. Ең біріншіден жүректің қарыншасын анықтап алайық. Ол міне мына бір жақта, міне астыңғы жақта қарыншаның жиырылуын атқаратын, жасушалардың түйісуін асыратын құрылым қай санмен берілген дейді. Номер 12-мен берілген, өйткені қарыншаны жиырылтатын бізде Пуркиния талшықтары. Гис шоғын аяғы тармақталған Пуркиния талшықтары болады. Жүрек автоматиясы, яғни өздігінен жиырылуға арналған механизм бойынша менде керемет сабақ бар. Осы YouTube каналда тезірек өтіп қарап алыңыздар. Кстати, биологияда бізде сұрақтар просто так сұрақ-жауап ретінде, теория ретінде берілуі мүмкін, ғалымның атын сұрауы мүмкін, бағанағы есептерді беруі мүмкін, ситуациялық сұрақтарды беруі мүмкін. Вот адам аварияға түсті, мына мысыққа қалды, анауның көзіне бізді түсіп кетті, қандай процесс жүреді деген тәрізді. Немесе сурет арқылы беруі мүмкін, кесте арқылы беруі мүмкін, диаграмма арқылы беруі мүмкін. Так что просто так база жаттау жарамайды. Қазіргі таңда база жаттау жарамайды. Сұрақ-жауап сияқты тарихтағыдай жұбанышты жаттап алып, тапсыра салу деген тәрізді жоқ бұл жақта. Сендер биологияны ішіп алып, үстінен бүйтіп түсіндіре алмасаңдар, реально 50-ден 50 алу қиын болады. Мидың құрамына кіретін күрделі липид, яғни мидың жасушалары, нейрондардың құрамына кіретін күрделі липид бізде цереброзит деп аталады. Церебро латынша ми деген мағынаны білдіреді, и олардың құрамына кіретін күрделі липидтік зат. Крепс зерттеуі бойынша D және трикарбон қышқылдары ферменттері жүйесімен бірігіп қандай циклды түседі дейді. Ол бізде Крепс циклы, и Крепс циклы бізде катализдік цикл болып табылады. Өйткені анаболизм бар, катаболизм бар. И осы катаболизмнің құрамына бізде кіріп кетеді энергетикалық алмасу, яғни осы Крепс циклынан шығатын АТФ-тің құрылуы. Менің каналымда Крепс циклына арналған бірінші гликолиздің сабағы бар, и Крепс циклының өзі бар. Барып қарап, бұл не себептен цикл болатынын түсінесіңдер. Цикл дегеніміз екі ацетилхолиннің молекуласы қалай айналып, циклдан АТФ и дальше нат, фат, H2, CO2 түзілетінін қарап алыңдар. На самом деле Крепс циклы қиын-қиын тақырып дейді, но бұл аса оңай тақырыптардың бірі. Опа, как раз біздің келесі сұрағымыз Крепс циклына айналымына берілген. Міне цикл көрінген ма? Цикличный зат. Суретте цитратта қанша көміртек түзіледі дейді. Цитрат дегеніміз мына жақта. Цитратта бізде түзіледі 6 көміртек. Бұл кәдімгі лимон қышқылы, кәдімгі біздің табиғатта цитрустардың құрамында кездесетін лимон қышқылы. Қараңдар, ацетил-коа бізде 2 көміртектен тұрады. Ол бұл жақта қымыздық сірке қышқылымен қосылады. Қымыздық сірке қышқылы бізде 4 көміртектен тұрады. Сөйтіп олар цитратты түзеді. Дәл осы жақтан көмір қышқыл газы түзіліп, и біздің жаңағы көміртек атомдарынан айырылу арқылы бізде дальше молекулалар түзіледі, и бұл цикл ретінде жүреді. Келесі сұрақ. Суретте берілген эволюциялық теория қалай аталады дейді. Так, бір қыз шықты, дальнейшем олардан барлығы дамыды, но олардың тұмсықтары әртүрлі және олар тез дамып кетті. Бұл бізде сальтоценизм теориясы болады. Яғни, кәдімгі эволюцияның теориясында түрлер бізде біртіндеп, бірінен кейін бірі дамитын болса, сальтоценизм эволюциялық теориясы бойынша организмдерде өзгеріс тез жүреді, и олар тез дамып өзгереді, как сальтоны айналған тәрізді. Организмнің вирустық инфекцияға қарсы жауап ретінде синтездейтін нәруізі, вирустарға қарсы синтездейтін бізде нәруіздер бар, және оны бізде интерферон деп аталады. Қазіргі таңда интерферонды гендік инженерияға байланысты жасанды синтездеуге болады. Натрийлік өзек тек натрий иондарын өткізсе, бұл қандай құбылыс дейді. Бұл бізде логический сұрақ, және де сұрақтың жауабы уже тілге түсіп тұр. Бұл таңдамалы өткізгіштік.
Ал таңдамалы өткізгіштің екінші атауы бізде селективтік өзгергіштік. Яғни натрийлік өзек арқылы бізде глюкоза өтпейді. Ол тек қана натрийге арналған. Грамм 10 микрофлорасының жалғыз эндотоксин бөлетін өкілі балапандар ол бізде листерия болып табылады. Эндотоксин бізде көбінесе грамм терістерде бөлінеді, но грамм 10 бактериясының жалғыз өкілі листерия екен. Жасуша аралық кеңістікте жүретін химиялық реакция есебінен жапырақ мезофилінде СО2 жиналуына қатысады дейді. Жапырақ мезофилі дегеніміз жапырақтың жұмсағы, яғни ол жақта болатын паренхималық жасушалар. Жапырақтың құрылысын еске түсірейік. Төбе жағындағы бағаналы жасушалар, астыңғы жағында борпылдақ немесе кеуекті паренхима орналасады. Не себептен бағаналы жасушалар баған тәрізді жапырақтың бетінде орналасады, өйткені күн сәулесін тез қабылдау үшін. Не себептен жапырақтың астыңғы жағында біздің жасушаларымыз өте кең болып орналасады. Өйткені бұл жақта леп тесіктері бар. Леп тесіктері арқылы бізде газ алмасу болу керек. Мысалы, СО2 сол арқылы ол ішке қарай жиналады. Ертедегі ринофиттерден пайда болды балапандар біздің қырық жапырақтарымыз. Суретте көрсетілген белгісіз өнімді тап дейді. Белгісіз өнім нақты сұрақ белгісімен тұрған ба? Кальвин циклінен бізде түсілетін зат, ол әрине көмірсу балапандар. Әрине кальвин циклінде бізде көмірсу, яғни органикалық зат, фотосинтездің негізгі өнімі түзіледі. Хемосинтез процесі қайда жүреді дейді. Хемосинтез процесі кімге тән? Ол әрине бізде бактерияларға тән. Олар химиялық заттардың қосылыстары арқылы энергияны алады, және де оларда митохондрияның қызметін атқаратын зат мезосомада жүреді. С амайф жоқта екінші катализдік және реттеуші суббірліктен тұратын тетрамер болып табылатын фермент. Ол бізде протеин киназа ферменті болып табылады. Балапандар бұл координация тарауынан алынған сұрақ, яғни гормондық сигналдардың бірінші реттік, екінші реттік сигналы қалай жүретін тақырыпта айтылған, және ол жақта бізде әртүрлі ферменттердің аты көп, ал мына бір процеске қатысатын фермент бізде протеин киназа болады. 30-шы сұрақ. Түзілу кезеңінде Гольджи жиынтығы ядроның бір полюсіне қарай жылжып, нені қалыптастырады дейді. Бұл әрине бізде сперматогенез процесіне қатысты айтылып тұр, и ол әрине акросомдық аппаратты қалыптастырады. Акросомдық аппарат Гольджи жиынтығынан түседі. Акросомдық аппарат дегеніміз сперматозоидтың бас жағында орналасатын ферментке толы зат. Ол кейін жұмыртқа жасушасына қосылған кезде оның қабығын ерітіп ішке қарай кіреді. Кстати, балапандар, өздерің байқасыңдар, мен мына жақта мына нұсқаны біз енді өзіміз құрадық. Реально деңгейлік пробио мектебінде біз осындай нұсқаларды құраймыз, және бұл жақта мен қосқан жоқпын контекст сұрағын, контекст сұрағы ретінде жасаған жоқпын, сәйкестендіру жасаған жоқпын. Но согласитесь, контекст сұрағы болсын, сәйкестендіру сұрағы болсын, барлығы бір-бір балдан береді, и бір-бір сұрақ бойынша беріледі. Яғни сұрақ по-любому сен сұраққа жауап беру керексің. Сол себептен, думаю, сендерге не критично, но самый главный сұрақтарды шешіп жатсыңдар. Хорошо? Дальше кеттік. 31-ші сұрақ. Организмдердің бір орыннан екінші орынға ауысу қалай аталады? Бұл бізде аталады локомоция. Организмдер әртүрлі жолмен өздерінің орындарын ауыстыру мүмкін. Біреу ұшады, біреу жорғалайды, біреу жылжиды бүкіл денесімен, біреу екі аяғымен, біреу төрт аяғымен, біреу қырық аяғымен жылжиды деген сияқты. 32-ші сұрақ. Қартаюмен байланысты фитогормонның түрі қалай аталады дейді. Әрине бұл бізде этилен фитогормоны. Не себептен? Потому что этилен бөлінген кезде ол газ түрінде бөлінеді. Біздің организмдердің жемісі пісіп жетіледі. Жеміс пісіп жетілген кезде бұл организм үшін сигнал. Все, қурау керек, шіру керек, күз келді, бітті, келесі ұрпаққа өмір беру керек деген тәрізді. Сол себептен біздің этиленіміз қартаюмен байланысты. Мына кейбір оқушылар неге абсцисс қышқылы емес, немесе абсцисс қышқылын қателесіп белгілеп қоятын оқушылар болуы мүмкін. Абсцисс қышқылы өсімдіктің денесін қысқы ұйқыға дайындайды. Келесі сұрақ. Нәруіздің лигандтарға тартылысы шамалы болғанда конформация қалай аталады? Бұл бізде тік конформация деп аталады. Яғни тік конформация кезінде біздің нәруіздеріміз өздерінің формаларын өздеріне ыңғайлы етіп өзгертеді. Не себептен өзгертеді? Олар лигандтарға тартылады. Лигандтар дегеніміз не? Нәруіздер клетканың бетіндегі мысал ретінде рецепторларға жақындауы мүмкін. Немесе ол гормондармен байланысу мүмкін. Немесе металдың иондармен байланысу мүмкін. Сол кезде ол конформацияға ұшырайды. Конформация дегеніміз өзінің құрылысын өзгертеді деген сөз.
Так, организм арасында генетикалық айырмашылықты табу негізіне жататын идентификациялау жүйесі ол бізде ДНК типерлеу деп атайды. ДНК типерлеу кезінде мысалға біз ДНК-ның ішін толық ашып қараймыз да, туысқандықты анықтаймыз, ауруларды салыстырамыз, бірдей ма ДНК-сы, немесе әкелікті анықтаймыз деген тәрізді. Шығыс сигналдардың өзгеруі кіріс сигналының өзгеруіне алып келетін шығыс сигналдардың бастапқы мәннен әрі ауытқуына ықпал ететін кері байланыстың түрі бізде оң кері байланыс деп аталады, балапандар. Бұл бізде координация тарауынан алынған сұрақ. Тірі ағзалардың тіршілік құрылымдарының біртіндеп жоғарылауы деген қандай түсініктің сипаттамасы? Бұл бізде градация деген сөз. Яғни организмдер бізде біртіндеп жоғарылап күрделеніп дамиды деген сөз. Как лестница. Опачки, 37-ші сұрақ бізде Харди-Вайнбергке байланысты берілген есеп екен. Давайте бірге шарып көрейік. Қарабидайда альбинизм аутосомды рецессивті белгі ретінде тұқым қуалайды. Аутосомды рецессивті дейді, назар аударайық бір сөзге. Егін алқабында 84 мың өсімдіктің 210-ы альбинос болып шықты. Гетерозиготалар жиілігін анықтаңыз дейді. Гетерозиготалар жиілігін анықтаңыздар дейді. Қараңдар балапандар, Харди-Вайнбергте бізде өте қарапайым формулалар бар. Ол бізде P плюс Q тең 1. Немесе P квадрат плюс 2PQ қосылған Q квадрат тең 1. Жиілік бізде ылғида тек 1-ге тең болады. Жиілік дегеніміз неше рет сол зат кездеседі, белгілі популяция деген сөз. Енді давайте есептің шартына қараймыз. Есептің шарты бойынша бізде бүкіл өсімдіктің саны белгілі. 84 мың өсімдік дейді. Оның 210-ы альбинос болып шықты дейді. Ал альбинос дегеніміз ол бізде аутосомды рецессивті белгі деген сөз. Аутосомды рецессивті белгі деген сөз. Енді қараңдар балапандар. Егер де менде 210 альбинос болса, 84 мыңның ішінде оның жиілігін мен өте оңай анықтай аламын. Оның жиілігі мына бір 210-да 84 мыңға бөлгенге тең. Ал біздің рецессивті белгіміз ол бізде Q квадратқа тең. Q квадраттың жиілігін мен уже сразу 210-да 84 мыңға бөлу арқылы анықтай аламын. Бұл есептің шартында беріліп тұр. Нешеуі жиілік бойынша нешеуі, яғни 84 мыңның ішінде 210 ол қандай жиілікті құрайды? Яғни қараңдар, мен калькуляторды алып 210-ды 84 мыңға бөлетін болсам, менде шығады 0,0025. Енді қараңдар, бұл менде рецессивті белгі. Ал мен рецессивті белгім мынандай болып жазылады. Дұрыс па? Бұл рецессивті белгі. Рецессивті белгінің шарты бойынша ол менде Q квадрат. Харди-Вайнбергте. Балапандар, мен бұл жақта сендерге Харди-Вайнберг түсіндіріп отырмаймын, және де мен оған міндетті емеспін. Сендердің биология пәні мұғалімдерін сендерге оны түсіндіріп беру керек. Егер де сендер бұны түсінбесеңдер, тоже 10-шы сыныптың биологиясын қайттан оқып шықсаңдар болады, немесе мұғалімдеріне сұрасаңдар болады, осыны түсіндіріп беріңіз деп. ұбт-ға Харди-Вайнберг есептерін түсінбей кіруге болмайды. Егер де сендер Харди-Вайнберг есептерін шығара алмасаңдар, сендер С деңгейлік нұсқаға дайын емессіңдер. Сонымен қараңдар, менің Q квадратым анықталды. Енді маған жалпы Q-ді анықтау керек. Q-ді анықтау үшін мен бір квадраттан құтыламын. Квадраттан құтылу үшін екі жаққа түбірді қоямын. Сол кезде менің Q-ім шығады 0,05 деген сан шығады. 0,05 деген сан шығады. Ал енді Харди-Вайнберг бойынша біз гетерозиготаның қалай жазылатынын білеміз. Гетерозигота бізде 2PQ деп жазылады. 2PQ деп жазылады. Ал маған Q анықталды, енді P-ны анықтау керек. P-ны анықтау үшін мен бірден азайтамын Q-ді. Яғни мен формуланы просто түрлендіремін, аяқтағы формуланы түрлендіремін деген сөз. Значит, мен P-ны анықтау үшін азайтамын бірден 0,05-ті. Менде қандай сан шығады? 0,95 деген сан шығады. 2PQ-ді анықтау үшін, яғни гетерозигота анықтау үшін, мен 2-ні көбейтемін 0,95-ке, оны көбейтемін мен 0,05-ке. Давайте көбейтейік. Так, 2 көбейтілген 0,95, көбейтілген 0,05. Сол кезде менде шығады 0,095. Қараңдар, есептің шарты бойынша біздің кез келген санымыз бірден көп болмау керек. Сонымен біз гетерозиготаны анықтадық. 2PQ, яғни гетерозиготалы организмдер. Осы популяцияда жалпы 84 мыңның ішінде
0,095 болып кездеседі деген сөз. Жиілігі сондай. Яғни Харди Вайнбергтің логикасы бойынша есептейміз, дәл осы аурулар қандай жиілікпен кездеседі, қандай процентпен кездеседі, жиілігі қандай. Яғни 84 организм бар, оның ішінде доминанттысы нешеу, гетерозиготасы нешеу, рецессивтісі нешеу. Мен барлығын білуім керек процентін немесе жиілігін. Яғни Харди Вайнбергтің логикасы осындай, біз оны анықтадық. Сонымен 38-ші сұрақ, надеюсь, сендер әлі шаршамадыңдар, мен нұсқа талдауым до конца көріп отырсыңдар. Бірнеше ұрпақ бойы түр түзілу өте тез жүретінін растайтын эволюциялық теориялар қалай айтылады, яғни түр бірден тез пайда болып кетеді. Бұл бізде сальтоционизм. Бағанағы суретпен берілген біздегі сұрақты просто так басқаша түрде біз түрлендіріп мына жақта қойып жатырмыз. Яғни ұбт-да теорияны өте жақсы түсінген балаға бір сұрақты 1000 рет түрлендіріп қойсаң да ол по-любому жауабын біледі. 39-ші сұрақ. Суретте берілген пирамиданың түрі дейді. Біз не көріп тұрмыз? Бізде продуцент бар, ол емен, бірінші ретті консумент қабық жегіш қоңыздар, және де сол жәндікті жейтін құс, тоқылдақ, екінші ретті консумент. Ағаш бізде жалғыз, қоңыздар көп, құстар тоже азақ. Бұл жақта бізде төңкерілген пирамида болады, ал именно төңкерілген сандық пирамида болады, потому что именно осындай суретте жағдайда бізде сандық пирамиданың төңкерілген түрі сан бойынша сәйкес келмейді. Яғни әр деңгей бойынша мына жақта азақ, мына жақта көп, мына жақта аз болады. Қандай организмдер тау жыныстарын бұзуға қабілетті болады дейді. Бұл бізде қына мен бактериялар. Тауды бұзу бұл жақтан топырақ түзеді. Қыналар өздерінен қышқыл бөледі, және де олар бірінші реттік сукцессияда алғашқы пионер организмдер болады, ал бактерияларда тоже топырақ түзу қабілеті бар. Так, келесі бізде генетикалық есепке беріліпті. Кстати, білесің, мен бір оқушым грант обытысына кірген кезде оған 10 генетикалық есеп беріліпті. Құдайға шүкір, ол енді біздің генетиканы өткен болғандықтан, ол 10 балдың барлығын оңайшылықпен алып кеткен болатын. Сол себептен грант обытыда маған мына сұрақ келе ма, мынаны точно оқу керек па деген вообще сұрақты алып тастаңдар өздеріне, потому что сұрақты грант ОБТ-да или любой ОБТ-да робот генерировать етеді. Яғни робот просто случайным образом сұрақтарды таңдайды, оны адамдар жасамайды. Сол себептен сендерге анатомиядан бір сұрақ, генетикадан 20 сұрақ, цитологиядан 30 сұрақ бәлкім келіп қалуы мүмкін. Сол себептен бүкілін бірде оқыңдар. Сонымен асқабақ жемісінің тегеріш тәрізді пішіні екі доминантты ген А мен Б-ның өзара әрекеттесу арқылы анықталады. Егер генотипте осы екі геннің бірі жоқ болса, жемістің пішіні домалақ болып келеді. Екі геннің рецессивті аллельдері бірігіп, сопақша пішін береді дейді. Жемістің тегершік пішінді гетерозиготалы өсімдік жемісі сопақша болып келген өсімдікпен будандастырылған. Ұрпақтың фенотиптік ажырау қатынасын пайызбен көрсетеді. Бұл жақта бізде тоже пенеторын қолдану керек. Және бұл бізде аллельді емес гендердің әрекеттесуінде именно комплементарлық. Сонымен міне менің пенеторым. Енді давайте есептің шарты бойынша асықпай әрбір белгіні жазып аламыз. Естерінде бар болсын, генетикадан есептің 50% дұрыс шығарылуына жауап беретін нәрсе шартты дұрыс түсіну. Асқабақ жемісінің тегершік тәрізді пішіні екі доминантты ген А мен Б-ның өзара әрекеттесу анықталады дейді. Мына жазып қояйық. Тегершік, егер де А және де Б доминантты болатын болса. Егер де генотипте осы екі геннің бірі жоқ болса, жемістің пішіні домалақ келеді. Давайте домалақ деп жазып қоямыз. Домалақ. Егер де бізде бәлкім гетерозиготалы болатын болса, мынандай болуы мүмкін. Біз бұл шартты өзіміз үшін жазып жатырмыз, чтобы шатаспауға. Енді екі геннің рецессивті аллельдері бірігіп сопақша пішін береді дейді. Сопақша пішін, қараңдар, шошудың қажеті жоқ, сопақша деп жазамыз. Екі рецессивті болатын болса, осындай белгі шығады екен. Қараңдар, бұл бізде әртүрлі аллельді емес гендердің әрекеттесіп пішін беруі. Табиғат бізде просто Мендельдің 3 саны бойынша анықталмайды. Табиғатта миллиондаған организмдер бар, миллиондаған гендер бар. Олардың комбинациясы бізде әртүрлі болуы мүмкін. Так, сонымен жемістің тегершік пішінді гетерозиготалы өсімдік дейді, қараңдар. Подсказка: тегершік пішінді и гетерозиготалы өсімдік жемісі сопақша болып келген өсімдікпен будандастырған дейді. Сонымен бізге ата-аналардың генотиптері енді мына жақта.
Тегершік пішінді гетерозиготал деп айтты. Значит, ол мынандай деген сөз. Тегершік пішінді гетерозиготал. Екі доминантты генді көріп тұрмыз ба? Көріп тұрмыз. Екі доминантты ген кездессе, бізде тегершік пішінді шығады деді. Хорошо. Одан кейін барып бізде оны айтып тұр, сопақша болып келген өсімдікпен будандастырды дейді. Сопақша болып келген өсімдік бізде екі просто рецессивті генмен анықталады. Кішкентай А и кішкентай Б. Міне қараңдар, маған есептің шартын жазу үшін алдымен бүкіл есептің шартын бірнеше рет оқу керек болды. Әрбір пішінді жеке жазу керек болды. Жазғаннан кейін олардың шартты белгілерін анықтау керек болды. И мен есепті шығаруға енді кірісіп жатырмын. Сонымен есептің шартында не сұрап тұр бізден, я? Так, ұрпақтың фенотиптік ажырау қатынасын пайызбен көрсет дейді. Біз сендермен көп жауаптық сұрақтарға көштік. Пайызбен көрсетуіміз керек, кімне не шықты. Хорошо. Сонымен біз ата-аналарымызды ажыраттық, және де оларды генотиптерге ажыратамыз. Үлкен А, үлкен Б, үлкен А, кішкентай Б, кішкентай А, үлкен Б, және де кішкентай А, кішкентай Б. Неге біздің генотиптеріміз әртүрлі болу керек? Өйткені осындай жыныс шыршалар қосылған кезде бізде әртүрлі ұрпақ пайда болады. Біздің ата-анамыз біреу, бірақ отбасыда 4 бала бар, 4 бала бір-біріне мүлде ұқсамайды. Табиғатта жыныс жасушалары бір-біріне ұқсамайтын комбинацияда қосылады. Сол себептен бір отбасыда бір әке мен шешеден туылған балалар әртүрлі болып келеді. Яғни генетиканың түп мағынасын түсінген адам гаметаларға оңай ажырата алады. Ал енді мына бір жаққа келетін болсақ, мына жақта бізде ешқандай артық ген жоқ, сол себептен бізде бір ғана комбинация түсіледі. Ол бізде кішкентай А, кішкентай Б. Енді давайте тез пенекторын бір-бірімен будандастырамыз. Сонымен есеп өте қарапайым шықты, давайте анықтайық. Так, қараңдар балапандар, егер де бізде екі доминантты ген кездессе, ол бізде қандай болатын еді? Тегершік болатын еді. Тегершік деп жазып қояйық. Тегершіктен бізде әзірге біреу. Так, домалақ пішінді болады, егер де бізде бір ғана ген болатын болса, яғни гетерозиготал болатын болса. Мысалға, мынау домалақ. Мынау домалақ, и мынау да домалақ. Сопақша пішінді бізде егер де бүкіл рецессивті болатын болса, сопақша. Получается, біздің фенотипімізде тегершік 25%, домалақ бізде 50%, ал сопақша пішінді бізде тоже 25% болды. Давайте енді есебіміздің шарты жауабымызбен сәйкес келеді ма? Сонымен балапандар, тегершік 25%, домалақ 50% и сопақ 25%. Кажется, біздің бүкіл міне жауаптарымыз сәйкес келді. Генетикалық есепті көргенде қорқудың қажет жоқ. Генетикалық есепті түсінбей миыма кірмейді деп айтқан орнына, біріншіден генетиканың түп мағынасын түсініңдер. Не себептен табиғатта былай болады, неге организмдер былай, не себептен мен гаметаларды ажыратамын. Одан кейін барып есептің шартын дұрыс оқимыз, шартты белгілерімізді анықтаймыз, и пенетторында есептерді қателестірмей бір-бірімен будандастырамыз. Атеросклероздың өршуі қандай процестермен байланысты дейді. Жалпы атеросклероз дегеніміз ол тамырлармен байланысты ауру. Мысал ретінде тамырлардың ішінде өте көп май қабаты болып кетсе, соның кесірінен қан жүрмей тамырын жарылып кетуі мүмкін. Яғни интернеттен суретін қарап көріңдер. Атеросклероздың өршуі бізде липидтік түйіндердің ұлғаюымен болады. Тамырда жаңа түзілімдердің пайда болуымен болады. Және де тамыр ішілік соның кесірінен тромбтың түзілуімен болады. Бұл бізде қан және қан тарату жүйелерінің ауруы. Қандай ағза жасушасының мутациясы мутаторлық және антимутаторлық әсер көрсетеді дейді. Бұл бізде Е. коли бактериясы, Т4 бактериофагы және де ашытқылар. Аралық ми туралы дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз. Так, аралық ми ол бізде таламус, жеке орталықтар орналасқан. Мысалға, солғын дене, көру төмпешіктері, шөлдеу және ашығуды сезінеді, өйткені бұл вегетативтік мүшенің орталығы болып табылады. Және де дене температурасының зат алмасуын реттейді. Кстати, балапандар, менің ми тақырыбына қатысып өткен, тест-центрмен бірігіп өткен, үлкен тікелей эфирде өткен сабағым бар. Прям 1 сағаттық бүкіл ми жайында кесет тақырыптар. Пожалуйста, сол тікелей эфирге барып, менің сабағымды қараңыздар. Вау, балапандар, С деңгейлік нұсқамыздың ең соңғы сұрағына келдік. Неужели балапандар соңына дейін жетсеңдер, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сонымен 45-ші сұрақ. Моноклональды антиденелерді өндіру сатыларын көрсетеді. Ең біріншіден Б лимфоциттерді обыр жасушаларымен будандастыру гибридиома алу болып табылады. Алынған жасушаларды моноклональды антиденелердің шексіз көбеюі болады.
Және де тек гибридиомадан тұратын қоректік ортаға жасушалардың себінділерін орналастыру болып табылады. Жалпы моноклональды антиденелерді алу бізде 8 сатыдан тұрады. Ол жақта еще суреттер болады. ұбт-да дәл сондай контекст бар. Так что моноклональды антиденелердің тақырыбын 11-ші сыныптан тауып, міндетті түрде түсініп оқып алыңыздар. Сонымен балапандар, мен сендерді құттықтаймын. Менің каналымдағы осындай өте ұзаққа созылған С деңгейлік сұрақты сендер шештіңдер. Бұл сұрақты біз өзіміз құрастырдық. Сол себептен контекст пен сәйкестендіруді мен қосқан жоқпын. Өйткені олар дәл сондай бір жауаптық сұрақтар. Ол жаңа бір зат емес та, ол по-любому 1 балл береді. Сонымен балапандар, менің нұсқа талдауым сендерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарийда мені белгілеуді ұмытпаңдар. Ал мен сендермен қоштасамын. Келесі нұсқа талдауларда кездескенше. Всем пока!